Күні кеше көптен күткен Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» фильмі қалың көпшілікке ұсынылды. Оның тұсаукесерінде туындыда бой көрсеткен актерлер қызыл кілеммен жүріп өтті. Осындай ауқымды фильмде Алтынай Нөгірбек, Аружан Жазылбекова, Әділ Ахметовтер басты рөлдерді сомдайды. Түрлі киноларда төбе көрсеткен Әділ мұндай түсірілім алаңында алғаш рет болыпты. 500 адам мен бірге түсірілім болған кезде соғыстың ұшқындарын кәдімгідей сезіндік. Енді басқа бір киноларда ондай соғыс сахналарын өз басым түсіп көрген жоқ едім. Сондықтан да маған осы жағы өте қызықты болды. Қиын қыстау кезеңде Ілиястың әкесін сол кезде халық жауы атанғандар атып кетеді. Содан 10 жасар баланы ағасы өзімен алып шекара асады. Анасынан айырылып қалған жас жеткіншек елге оралыр жолда талай қиындықтарды бастан кешіреді. Фильмнің негізгі желісі осындай. Оны тамашалау бүгінгі жастар үшін аса қажет дейді актер Әділ Ахметов. 20 ғасырдағы қиын кезеңдерді біздің кейіпкерлеріміз арқылы режиссер көрсеткен. Бүгінгі біздің замандастарымыз үшін өте бір көруге тұрарлық фильм деп есептеймін. Өйткені бүгінгі күнімізге шүкіршілік айтып, өткенге салауат айтамыз. Осы егемендікке оңайшылықпен жетпегенімізді тағы бір көрсетіп өтеміз. Фильмді тамашалаған жандардың барлығы дерлік көздеріне жас алды. Көпшіліктің көңілінен шыққанын олардың шапалақтарынан аңғару әсте қиын болмады. Осындай халықтың ыстық ықыласына бөленген Әділ үшін Ақан мырзамен жұмыс істеу арман болыпты. Ең бірінші 2007 жылы «Рекетир» фильмі шыққан кезде сол киноны тамашалап, Ақан Сатаевпен сырттай таныс болдымдағына, сол кісінің киносына өте түскім келді. Міне енді іштегі ниет орындалды. Құдайға шүкір, Ақан ағамен жұмыс істедік. Өте тамаша, ол кісімен жұмыс істеу. Ол арман орындалды да. Айтпақшы, туынды 29 қыркүйектен бастап үлкен экранға жол тартады. Жүректе берентер фильмді тамашалауға асығыңыздар.